Нұрай Алтынсаринның даналық сөздері. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз. Егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға ерік беріңіз. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық, әм анық болар еді, егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиісті. Тұмсықтының тамағы шоқуменен табылар, өнер білім дегенің оқуменен табылар. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады. Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе, бұлар адамгершілік қасиеттер. Байлық қанағат пен еңбекте. Надандықтың белгісі еш ақылға жарымас, жайылып жүрген айвандай ақ-қараны танымас. Бір құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Ыбырай атамыздың қай сөзі ұнағанын пікірге жаза кетіңіз.